Сәлем балалар, біз бүгін 5-ші сынып 788-ші Алдамұратова кітабынан шығаратын боламыз. Берілгені: үшбұрыштың бірінші қабырғасы 6,3 см. Үшбұрыштың бірінші қабырғасының ұзындығы екінші қабырғасының ұзындығынан 2,8 см кем болса, үшінші қабырғасының ұзындығынан 0,9 см артық. Үшбұрыштың периметрін табыңдар дейді. Біз бірінші белгілі бір үшбұрыш салып алайық. А бірінші қабырғасы, Б екінші қабырғасы, С үшінші қабырғасы болсын. Бізде бірінші қабырғасы, яғни А тең болады 6,3 см. Енді бізде айтады, бірінші қабырғасының ұзындығы, яғни екіншісінен кем дейді. Яғни бізде А Б-дан кем. Ал үшіншісінен артық дейді, С-дан артық. Енді бізде артық болғандықтан, яғни бізде Б артық болғандықтан, Б-ны табу үшін бірінші қабырғасына қосамыз 2,8 сантиметрді. Себебі бізде А кем деп тұр ғой, яғни Б көп, сол себепті қосылады. Сонда бізде бұл жерде 9,1 сантиметр. Екінші С қабырғасын табайық. Бұл жерде айтады, С қабырғасы кем болып тұр, яғни А қабырғасы бірінші қабырғасы артық болып тұр. Демек, бізде бірінші қабырғасынан 0,9-ды азайтамыз. Сонда бізде С аз шығады. Енді азайтатын болсақ, 5,4 сантиметр. Ендеше периметрін табайық. Бізде кез келген фигураның периметрін табу үшін барлық қабырғаларын қосамыз. Яғни үшбұрыштың периметрін табатын болсақ, 6,3 бірінші қабырғасы, 9,1 екінші қабырғасы және де 5,4 үшінші қабырғасын қосамыз. Сонда бізде бұл жерден 20,8 сантиметр шығады. Сонда бізде жауабы 20,8 сантиметр болады екен. Балалар, егер де сіздерде шығарылмай жүрген есептеріңіз болса, комментарийге жазсаңыздар болады. Біз сол есепті міндетті түрде қарастырып каналға шығаратын боламыз.